Сәлеметсіздер ме? Бүгін мобильді және бейімделу технологияларының негізгі қағидаларын талқылайтын боламыз. Ой қозғаушы сұрақтан бастасақ. Смартфон біздің жеке оқытушы құралымыз бола алады ма? Яғни, қазіргі білім беру саласы үлкен бір цифрлық революцияның ортасында. Осыған сәйкес, алдымен мобильді оқытуға тоқталайық. Мобильді оқыту бұл білімді кез келген жерде, кез келген уақытта ала білу. Мобильді оқытудың принциптері болады. Осы принциптер мобильді оқытуды тиімді етеді, қолжетімді әрі әркімге ыңғайлы етеді. Негізгі мақсат оқу процесін жақсартып, өз бетінше білім алуға ынталандыру. Егер технология әр оқушы деңгейіне жеке бейімделіп қолданылса, жақсы нәтиже көре аламыз. Міне, осы жерде бейімделу технологиялары маңызды рөл атқарады. Олар жеке білім жолын салады. Бұл дегеніміз материалдық күрделігі де, оқу қарқыны да, тіпті интерфейс те жекешеленеді. Яғни, ең бастысы барлығына бірдей стандарттан арылу жүзеге асады. Сонымен, мобильділік пен бейімделу қалайша біртұтас жүйе құрайды. Ол өте қарапайым. Бірінші, құрылғы дерек жинайды, екінші, жүйе талдайды, үшінші, нәтижесінде жеке тұлғалық даму орын алады. Шынында да осындай бейімделу технологияларын жүзеге асыруға арналған ең оңтайлы форма мобильді оқыту. Қорыта айтқанда, білім беру әрі қолжетімді, әрі жеке тұлғаға бағытталған болады.